алейкум достар. Қараңыздар мына сөздерге. Масжидун соңы бізде танмин, даммал танмин болып жатыр. Келесі сөзде илал масжиди соңы кәсірі болып отыр. Үшінші сөзде иннал ал-масжида соңы фатха болып отыр. Сөздердің соңы дамма, фатха, кәсіра неге бұлай өзгереді? Өйткені алдында мынандай қосымшалар келген кезде сөздердің соңы солай кәсіра, дамма немесе сукун болып өзгереді. Егер осындай қосымшалар келмесе, сөздің жалғыз өзі тұрса, ол міндетті түрде даммалы болады. Біз сөздердің соңы қай кезде кәсіра, қай кезде фатха, қай кезде дамма болуын білу үшін мынандай қосымша жалғаулықтарды жаттау керекпіз. Кәсіра қылатын жалғаулықтар, фатха қылатын жалғаулықтар, сукун қылатын жалғаулықтарды жаттау керекпіз. Соларды жаттаған кезде сөздің соңы қалай өзгеретінін білеміз. Осындай жалғаулықтар келмей сөздің өзі жеке келсе, ол кезде міндетті түрде сөздер даммамен аяқталатын болады. Мұндай сабақтарды біз наху сабағында үйренеміз.